Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді оразаның бірінші күніне арналған ең дәмді тамақтың рецептімен бөлісемін. Каналымнан алыстамай видеомды соңына дейін көріңіздер. Және де ораза ұстаған жандар, ниеттеріңіз қабыл болсын. Ең бірінші біздер тамағымыздың қамырын илеп бастаймыз. Енді қамырын илеу үшін суымызға тұзымызды салып, бір жұмыртқамызды салып, електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап қамыр етіп илейміз. Өте қатты, өте жұмсақ емес, нормадағы қамыр етіп илеп аламыз. Қамырымызды илеп алдық, енді 15 минутқа демалдырып қоямыз. Міндетті түрде бетін жауып қойыңыздар, қамырымыз қаясып қалуы мүмкін. Енді тартылған етімізді оның үстіне таза жуылған, ыстық сумен жуылған күрішімізді саламыз, және де оның үстіне дәмдеуіштер саламыз. Бүкіл мен төмендегі описаниеге жазып қалдырамын, сол жерден қарай аласыздар. Бұрышымызды, тұзымызды, қызыл бұрышымызды салып, әртүрлі қалаған дәмдеуіштеріңізді саламыз, және де пиязымызды теркадан немесе қолыңыздан турап салсаңыздар болады. Енді мен пиязымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Етіміз дайын болды, жақсылап араластырып алдық. Енді бір шетке алып қоя тұрамыз. Қамырымыз демалды, екіге бөліп алдым. Енді суалай етіп, тағы да бір 5 минутқа демалдырып қойып, сонан соң барып қамырымызды жайып бастаймыз. Енді бір қамырымызды алып, қолымыздың көмегімен жұқартып бастаймыз. Енді өте жұқа етіп қамырымызды оқтаудың көмегімен жаямыз. Достар, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз, лайк, комментарий қалдырғандарыңыз мен үшін маңызды. Сондықтан міндетті түрде тіркеліп, 10 000 оқырманға жетуіне сіздердің көмектеріңіз қажет. Сондықтан каналымды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Енді жайылған қамырымызды осылай видеода көрсетілгендей етіп кесеміз. Міндетті түрде өте жұқа етіп жайыңыздар. Енді мантының қамырындай етіп осылай кесіп шығамыз. Мантының қамырындай болғанда одан аздап кішкентай жіңішкелеу етіп кесесіздер. Енді ішіне салмамызды салып, осылай видеода көрсетілгендей етіп орайсыздар. Міндетті түрде ауызашарға пісіріп көрулеріңізге кеңес беремін, өте дәмді тамақ. Енді мантавыркамызды алдын ала дайындап, суын құйып, қайнатып қоямыз, және де осы листтарына майлап, жаңағы дайын болған қамырларымызды біртіндеп қоямыз. Тамағымыз дайын, 40-45 минуттың ішінде пісіп шықты. Енді тарелкамызге өзіңіз қалағаныңызша сәндеп қоя берсеңіздер болады. Өте дәмді тамақ болды. Мен алдын ала пиязды турап, оның үстіне аздап томатымды салып, аз мөлшерде су құйып, осы дайын болған қамырларымыздың үстіне начинка ретінде құйдым. Сол кезінде де өте дәмді болады. Сіздер де солай істесеңіздер де болады. Міне, дайын болған тамағымыздың үстіне осы начинкамызды құйып шығамыз. Өте әдемі дәмді болады. Сіздер де осылай істеп көрсеңіздер болады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.